Тілін білмеген түбін білмейді. Ондай адам күлдіремін деп күйдіреді, сүйсіндіремін деп сүріндіреді, білдіремін деп бүлдіреді, қуантамын деп қуартады, жұбатамын деп жылатады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің мектебімізде желтоқсанның 3 мен 13-нің аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 10 күндігі өтеді. Өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес, өлгенше дейді Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ал Сұлтанмахмұт Торайғыров, жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем өзімнен дейді. Демек, барлық мәселе мұғалімнің өзіне байланысты. Құрметті әріптестер, армысыздар. Үйрету мүмкін емес, үйрену ықтимал. Біз жүйелі түрде жұмыс жасаймыз. Өзіміз үйренеміз, өзгеге үйретеміз, ортақ ойларымызбен бөлісеміз. Үйрену білімді игерудің негізгі мақсаты. 21 ғасырдың мұғалімі қандай болу керек? Тәуекелшіл. Жаңа ғасырдың мұғалімі кез келген ауыртпалықты өзіне қабылдай отырып, тәуекелге баруға дайын болу керек. Оның бойындағы осынау қасиеті өзгелерге үлгі болады. Мұғалім ұғымының өзі өзгеге үлгі болуға үйретеді. Шын хәкім сөзің асыл баға жетпес, бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес, қарадан хәкім болған сендей жанның, әлемнің құлағынан әні кетпес. Ай, жыл өтер дүние көшін тартар, өлтіріп талай жанды жүгін артар, көз ашып жұрт нояу болған сайын, хәкім ата тыныш бол, қадірің артар. Жиынтық бағалау тапсырмаларын құрастыру жолдары. Жиынтық бағалау жұмыстары бойынша оқушы нақты бағасын алу үшін мұғалім не істеу керек? Біріншіден, қалыптастырушы бағалау жұмысын жүйелі жүргізу керек. Қалыптастырушы бағалау оқудың бір бөлігі болып табылады. Ол оқу үдерісінің өн бойында жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау арқылы мұғалім оқушының қаншалықты алға ілгерілегенін айқындайды және өзінің оқу әдістеріне өзгеріс енгізе алады. Әрбір мұғалім жетістікке жетуді армандайды. Жетістік оқушының нәтижесінен байқалады. Сол үшін де біз оқушыларды түрлі жарыстарға, байқауларға, олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындаймыз. Бүгін мен сіздермен ғылыми жоба төңірегінде әңгіме өрбіткім келіп тұр. Жақында ғана зерде мен дарынға оқушылардың жұмысын жібердік. Бәйгеге қостық. Қазақ топырағының көкірегі ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл араб-парсы мәдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке ортақ тілде жаза біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыра білді. Олардың ішінде аты әлемге жайылғандары да аз емес. Солардың бірі бәрімізге танымал Әбу-Насыр әл-Фараби. Сіздерге қашықтықтан білім берудің болашағы қандай деген сұраққа ой өрбіткім келіп отыр. Әлем күн сайын жаңаруда, күн сайын түрлі жаңалықтар ашылуда, күн сайын жаңа жобалар іске асырылуда, күн сайын бұл өмірдің бізге дайындаған сыйы артуда. Сондықтан әр күнге жаңаша көзқараспен қарауға дайын болуымызға тура келеді. Абай Құнанбайұлы, шегіртке мен құмырсқа. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып гөл айттап қызық. Сіз бір адамның өзгеруіне ықпал етіп көрдіңіз бе? Біздің жағдайда біз кімге әсер ете аламыз? Тәлімгерлік деген не? Тәлімгер қалай және кімге көмектеседі?
тәлімгер сөзінің тарихы қайдан шыққан? Дарынды ұрпақ тіркесі ата-бабамыздың бұлақ көрсең көзін аш деген аталы сөзімен астасып жататын ұғым екені белгілі. Әрбір ұстаз шығыстың даналығында тұжырымдалған, маған айтсаң мен ұмытып қалуым мүмкін, ал маған көрсетсең мен есімде берік сақтаймын. Егер де өзіме әрекет жасауға бір сәт мүмкіндік берсеңіз, мен өзім жасап үйренер едім деген қағидатын басшылыққа ала отырып қызмет етсе, саналы ұрпақ неге қалыптаспасқа? Тіл өлшеусіз қазына, өрісі кең әлем деген қанатты сөздер қазақ тілі мен әдебиеті пәні 10 күндігінің бейнесіне айналғандай. Биылғы жылғы 10 күндік еліміздегі жағдайға байланысты қашықтықтан өткізілді. Сіздердің біздерден алған ақпараттарыңыз пайдалы болды деген ойдамыз. Өзіндік ерекшеліктерге де толы болған сияқты. Ұжымдағы заманауи мұғалімді анықтау үшін Google формада өтілген сайыстың қорытындысын асыға күтіп отырған боларсыздар. Сайысқа қатысушылар саны 56. Сайысқа қатысқан барлық мұғалімге алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Біздің мектепте заманауи мұғалімдер көп екені анықталды. Бірден жауап берген мұғалімдерді ерекше атап өткіміз келеді. Олар Қыдырбаев Абай, Нұртай Ерназар, Имашева Жарқынай, Рысбаева Айжан, Таспенова Мақпал, Молдағұлова Жазира. Құттықтаймыз. Және де Исенбаев Талғат, Тілежанова Рысшан, Нұрдәулетова Гүлнұр, Маматаева Салтанат, Мазанова Айнұр, Мамутова Исенгүл, Жаулыбаева Дина, Сесенбаева Аңса, Қалабаева Рита, Мұқажанова Мөлдір, Асқарова Айжан, Мұхалиева Жазира, Абдрахманова Мадина, Бокаев Талғат, Елшібекова Гаухар, Игисинова Дания, Алманова Райхан. Сіздер де ең жоғары балл жинап, заманауи мұғалім атағына ие болдыңыздар. Құтты болсын, жарайсыздар. Еңбектеріңізге табыс, өздеріңізге мықты денсаулық тілейміз.